мотоциклдармен қызық болсын деп көкпар тартуға келдік. Кезерде кейде қара бұл айды бүктеген үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап. Ұйықтап кетсем түсімде сайғырып көрем. Өлеңді шабам алдымдан аңғарлар қаптап, таулардан орғып өтемін саңғарлардан тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан дамда. Ассалаумағалейкум жігіттер, дәл осылай бүгінгі шығарылымда сіздермен бірге BAMX-тердің айта бер онда. Ассалаумағалейкум құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге BAMX YouTube арнасы. Бүгін міне сіздер үшін керемет түсірілім алаңына келдік. Не десеңіздер, мына дөңгелек арқылы осы мотоциклдармен қызық болсын деп көкпар тартуға келдік. Қазір қолымыздан келе ма, келмей ма көретін боламыз. Міне Естай бар, Алтынбек бар, және Данияр, төртеуміз 4 мотоциклді қазір таңдап жарысатын көкпар тартатын боламыз. Менің командамда Данияр Палуан өзінің астында көк сәйгүлігімен X11 моделімен көкпар тартатын болады. Данияр екеуміз бір командада, өйткені бір футболка киіп шықтық. Данияр көрсетші қане. Міне Зоңғышаң BAMX екеуміз бір командада көкпар тартатын боламыз. Көкпар клубымыздың аты қандай болсын? Арландар BAMX деп қояқтағыз. Қалай болады? Жоқ, сразу бөлініп аласыңдар ма не сендер өзі? Ты че, біз үштен бөлініп шыққанбыз ғой? Онда битик, мопед мен айдей, онда бой кішкентай. Ондай болмайды. Енді? Мен мопедті алам. Данияр көк тұлпарын алатын болды. Жоқ, сен отырып айдамайсың сонда төртеуміз похуй тартамыз. Солай көрейік. Қазір битик онда 4 мотоға 4 адам отырып тартып көрейік. Егер қиын болып, құлап сондай болып жатса, онда 2 мотоциклға 2 адамнан отырып тартып көреміз. Давай. Көкпар дегенде мынау көкпар деп алып шыққан түріміз енді. Бұл енді қиындау болады сияқты қазір мотоциклмен. Лучше міне кішігірім түрі. Осыны көкпар қылып тартамыз. Мынау қазандық қыламыз ғой. Мынау мопедтің дөңгелегі, мынау машинаның дөңгелегі. Қызық болсын, мынаны тартып көрейік тоже, үлкен қалай болады. 2 адамдықта тартып көреміз оны. Тартып көрейік. Менде мопед қой, менде автомат қой, сендер цепление. Тоқта мопед берген жоқпыз әлі? Бер қойыңдар. Сулифамен шешейік болмаса. Болмайды, мен бағана шешіп тастадым деп. Арамдық қоя. Міне қазандықтың біреуі дайын. Қазандықтың біреуі осы жерде тұрсын, біреуін ар жақтан тағы бірдеңе көреміз қазір. Лақтыр онда, ана жақта, ана жақта бар. Жоқ, ордасынан аламыз ғой. Қараңдар ал. 1, 2, 3. Ал, көкпар түсті. Енді? Кел, Сулифа. Не Сулифа? Кетейік. Мопедке. Кетейік. Кесей? Кетейік. Болмайды, жетіп. Енді менің өзімнің тұлпарыма. Тұлпар дегенде енді қалай айтса болады енді. Ақ тұлпарыма обзор бере кетейін. Алдыңғы дөңгелегі 14, алтқы дөңгелегі 14. 14 дейді. 21 жанында. Ой, пырым. Ей, палуан дейді. Қазір көреміз ғой. Менікі автомат. Мен жүгеннің ненің басын, тізгіннің басын жібере салам да. Бите көкпарын алып жүре берем. Сендер ағанып тізгін тартасыңдар, былай тартасыңдар. Проблема ғой сендерде. Менің астында өздеріңізге әйгілі X77 BAMX-ің самый мощный эндурасы. Байқасаңыздар, алдыңғы дөңгелек 21, арты 18, моторы 250 кубты цепной мотор. Нағыз күш осы да ғой. Анау 150 куб мопед салдырасың ғой, короче. Енді өзіміздің съемканың мотоциклі бұл. Осылайынан жан-жағындағы темірлері алынып, акропович салынған, короче, самый четко жасалынған. Бірақ енді немен оталмайды, енді теуіп оталдырасың. Қазір аласың. Кілтін қоспаппын ғой. Алсың өз бөлек қой. Жігіттер, көріп тұрғандарыңыздай мен астында мінеки қызыл айғырым X5 моделі 250 кубтық. Бұл енді көп адамдар қайқы бел деп былай не қылады енді. Атак бұның моторы мощный ғой, тартымы. Көкпарда көретін боламыз результатын. Менің астында X11 моделі 250 куб штанговый мотор балансировочный валмен жүреді.
Алды 21, арты 18. Өзім бірақ Естай бауырыма сеніп отырмын, өйткені мотоциклдар сайдай алмаймын. Жігіттер, давай сразу ереже шығарып алайық. Ерназар, Алтынбек, Данияр. Ана жақта қарған боп, олай болмайды деп. Көкпарды аламыз. Көкпар дөңгелек болғандықтан оны рульға салып, үйтіп деген жоқ. Дұрысынан көкпар қай жерде тұрады? Тақымда тұрады. Тақымға саламыз осылай. Қысамыз. Бұттың арасына салбаса да оңгеріп. Көкпар дөңгереді ғой. Сөйтіп өңгеріп ап, ойнаймыз. Қолға ұстап, қинамаңдар. Солай жігіттер. Жоқ, Алтынбек солай ғой. Көкпар солай тартады ғой. Көкпар солай. Көкпар солай ғой енді. Ол заманауи көкпар ғой, заманауи көкпар. Онда мойныңа салған деді, мойнымен қосылып кетеміз ғой қазір. Қиындау болады ау деп қоям. Жет алмағанда. Көкпарда сосын мынандай бар Жет жігіттер. алмағанда жабайы көкпар емес қой ол. Тоқтаңдар, көкпарда сосын мынандай бар жігіттер. Мына көкпар, например, қазандықтың жанына келіп сала алмай біреу тұста кетті ма? Алып тастай сол жоқ, анандай алып қайтадан келесі адам үлкен круг жасап келіп салу керек. Айналып келіп па? Болды сөйтегі. Бұл жабайы емес, алып қашып онда ештеңке болмасын. Алып қашу болады ғой мотоциклдің күшімен. Территорияның күшімен. Территорияда. Айдалаға кетіп қап. Сосын мына жерде қараңдар жігіттер. Ерназар көтің қыса тұр. Тоқташы. Алтынбек айтты. Жігіттер, мына жерде қазандық мынау ғой, Бұған қазір жүркеде жатып түсіру қиын болады. Бұның мынау енді қазандыққа жатпайды ғой. Мына жағына түсе берсін. Главный былай тастап кетпесек болды. Болды онда. Жанына түсе берсін. Ал жігіттер, мына көкпарымыз бекерден бекер болмасын, бірдеңеге келсек деп ойлап шештік. Естай, короче, былай істейік, ұтылған адам, ұтылған команда дейікші жарайды. Ұтылған команда бірдеңе істейді деп жаңа салым салатын емет. Дөңгелекті көтеріп, жүгіре ма, сондай бірдеңе істесін де қызық болсын. Ойнап көрейік. Видеоның соңы қызық болады да зато. Ойнап көрейік. Болды сөйтейік. Ұтылған команданы арқалап 100 метр жүреді. Давай. Давай ма? Давай. Вот, кетті. Намысты қолдан бермейсің де. Матсқа тастай сап жүгірейін дейсің ғой өзің. Алдыш, менікі қатты жүреді. Аяқтан ровно тұрып бастаған кезде бірінші рет оламын да, көкпарды амалап. Сосын сен мен алған кезде алдымыз жауып тастаймыз, қақпалаймыз деп жатыр. аналарды айналып барамын да, саған қарай лақтыруға тырысам. Жапсам егер сол газды баса таптап өтіп мен жанында тұрған кезде мен саған лақтырып жіберемін. Жерге лақтырып Газ баса таптап өту керек ғой. Алдын жауып отырса. Қазір анда сен алдыға бірінші кетіп қой. Мен аналарды қысып жүремін жаққа қарай. Aynen, sen aldığına bir jet var, sen kısnep dur o. Kısnep dur o, kısnep. Tamam. Ega, veş! Yeah, man! Go! Go! Yeah, man, dostlar. Muhabbetiz. Bir ara kanat olmaz köpte. Patlaklar. Ya kameradan koyayım. Bombayla. Bile kankret aldım onu. Birinci, sağlam. Allah kalası astımızda aklık var. Palvan, Yestay Palvan. Bombaydı. Avuç. Ne? Stop! Hadi bir taklaş. Bir taklaş. Әрине бұл біздің команданың жұмыстың арқасы деп ойлаймын. Мен алдым, Естайдың мопеті өшіп қалды. Алташқа бердім, Алташ салды. Біле, бір көшке ұстап өтін, теше мопетін өшіп қалды. Сөйтсем, зажигадан қайт кетті. Неше ондай болады? Әке, отатып берейін бе?
орып барады, Ерназар еңкейіп жатыр ғой. Құдай берген сол аяқ бар ғой деп қойшы. Сол аяқты сал деді, алып кеткенсің ғой. Бірақ мопедім өшіп қалды, айтып бізде салым бізде болатын еді. Естайдың сәйгүлігі Естайдың айдей алмағандықтайынан ба? Короче, свеча шығып кетті. Свечной провод. Свечной провод шығып кетті. Кочкаданшы. Мына жерде өте қатты ванналар бар. Әрине оны мен екі шет-пішетін мен сізді. Дөңгелегі кішкентай болғандықтан сықылың етіп шығып кеткен ғой. Жүреміз. Эндурамен тартқан плюсы де бар, минусы да бар екен да. Плюсы мынандай ойық-шойық жерлерде бірінші етіп аласың, ал минусы андай биік та, мопедтен қарағанда, анадан қарағанда алғанға ыңғайсыздау болып қалады кейде. Бірақ аяққа іліп, қазір счет 5-1 болып тұр. Жаңа салдың ғой? 5-1 болып тұр. 5-1 мен өкінішке орай жеңілдік. Жоқ, сендер данча түкістеген жоқ, арттарынан жүріп жүрді. Енді сонда да енді амал жоқ, енді жеңілдік, оны мойындайық енді. 2-2-ден көрді. Бірақ енді көтеру деген жоқ. Сол үшін қазір бір адамға көтерілген жоқ дейді. бір адамға Қалай жоқ ей? тоқтасайшы енді біткен жоқ қой. Давай. Бір адам бір мотоциклге екі адамнан мінгесек бір тұлпарға. Соған значит екі тұлпар шығады, бірақ 4 шабанда шығады ғой. Сөйтіп көкпарды тартып көрейік тұрғысынан. Көрейік? Көрейік па? Аудаш болады ау. Қайсысы? Аяқ тірегін келе. Сөйтейік болмаса екі эндура болса екі эндура, болмаса екі не болса екі не болып шықсын. Без разница. Без разница. Онда бүйтейік, бір салымды эндуралармен көрейік, бір салымды мопедтермен көрейік. Көрейік. Енді мотоцикл туралы айтып кет енді. Клиенттерге қайсын алған дұрыс екен, қандай жерде? Мотоцикл енді сіздің жүрген жеріңізге байланысты, бойыңызға байланысты. Егер де бойым кішкентай десеңіз, опытыңызға байланысты болады да. Мысалы, бойы кішкентай адамдар эндураны айдай алмай жатады, бойым жетпейді, ана жетпейді. Егер опытыңыз болса, бойы үлкен эндурантты айдай бересіз, негізі басқара бересіз. Ал енді екінші жүретін жеріңізге, мысалға, осындай ойлы, қырлы, таулы, қырлы жерлерде жылқы қуатын болсаңыз, әрине осындай эндура модельдері дұрыс. Алдыңғы дөңгелек 21, арты 18, мынандай ойық-шойық жерлерден қалай өтіп жатқанын өздеріңіз де көріп жатқан шығарсыздар. Ал былай жазық далада қой бағам десеңіздер, міне мынандай X5 деген сияқты бізде бұдан да басқа классик модельдері бар. Мынау дизайны ерекшеленіп жасалған X5 моделі алдарыңызда тұрған. Бұдан бөлек X8899 деген модельдер бар. Егер де кішігірім ұсақ малға, яғни малға, қойға алатын болсаңыздар, жазық жерге осы мотоцикл дұрыс болады. Негізі мына жерде де асықпай жүруге болады, бірақ мыналар именно эндуралар жылқы қуғанға, өрге қарай шыққанға өте ыңғайлы. Ал енді мопедке келетін болсақ, мопедті в основном жастар алады, қаланың ішінде, ауылдың ішінде, магазинге барып кел, шауып кел, там ары бері. Және бұған гаишниктер көрсе ешкім ешқандай әңгіме айтпайды, өйткені документі 49 куб, сертификатты алған, как положено. Бұны как-то велосипед сияқты айдап жүре бересіздер. Оның ең оңай түрі ғой, бұл айдаушы автомат болады. Ешқандай дисплейін басып, скорость ауыстырудың қажеті жоқ, мопедіңіз өшіп қалады, жағдай болмайды. Сондықтан да егер де таңдай алмай жүрсеңіз, бізбен кеңессеңіз болады. Біз барын білгенімізді, кеңесімізді айтатын боламыз. Тасты, тауды, құмды, қандай жерге қандай жақсы, және де мотоцикл туралы информация, моторын майын ауыстыру, және де басқа да ақпараттарды міндетті түрде бөлісетін боламыз. Бізге жазсаңыздар, сұрақ қойсаңыздар болады. Дәл солай, жаңа футболкың құтты болсын. Жаңа өмір деген. Жігіттер, дәл солай ойлы қырлы жерлерде жүрем десеңіз, эндураны ұсынамыз. Ал бойыңыз аласа, қой бағам, ұсақ мал бағам десеңіздер, осындай классика моделін ұсынатын боламыз. Ал ауылда жүрген жас балалар мотоциклға қол жетпей жүрген жігіттерге міне мопед
мопед те сол жерде жүріп тұр. Енді барынша ұқыптап айдайсыздар оны. Пластиктер көп болғандықтан сол жігіттер, нақтырақ сол айтайын дегенім. Енді бірақ 2.70-ге жететін жоқ қой, енді бөлек қой. Ал енді ойын солай болсын. Короче, бір адам бір сәйгүлікке екі шабандоздан отырып қойып. Бірінші сәйгүліктеріміз ақал текелер тартса, екінші Қайқышкерлерді ақсақ-тоқсақтарды. дәл солай. Ақсақ-тоқсақ сендерге 2 салым тапсады ғой, жігіттер 3 салды екен. Әне, жігіттер классиканы менсінбей өйтіп кетпеңдер. Мен өзімнің Ептілігіңнен ба, X5-ің дейді ба? Жоқ, айтам. Ойланып ойнақ. Мен бұл өзімнің X5-імді қызыл айғырымды айтайын, басқа мотоциклдар туралы айтпай қойым. Мына жер сіздерге білінбеген теп-тегіс жер көрінгенмен ойық-шойық, арық-арық па сондай общем. Бұнымен общем жаңа басасың, азартқа беріліп кеттік қой, кәдімгі жылқы қуған сияқты бастым, бірақ енді андай соға ма деп едім, соқпайды екен, жұмсақ екен бұл базар жоқ. 250 кубтық скорста бар екен, енді уралардан қалыспады ғой, 3 салым сапсадым осымен. Тоқтай! Бір, екі, үш. Ateş! Kaç çıkın! Соңғы жағы қызық болды. Қазір көресіздер, или көріп қойдыңыздар ма екен. Короче, Даниярдың орнына тайып түседі. И аяққа барып тартысып атсақ, тайып, короче, мен бүйтіп екі адам болып алты шекерес тартсақ, тайып атынан түсіп, былай жаяу тартысып кетеді, мотоциклдар өшіп қалады. Сонымен сөйтіп таласып атып, күресіп тұрып алып, мен жаяу алып қазандыққа қарай жүгіремін. Атымды тастап, жаяу дедім ғой енді. Содан кейін артымдан Нестай мотоциклмен жетіп алып, екеуміз алысып, одан алтыш кеп сөйтіп бүйтіп, тайып кеп, в общем, төртеуміз арпалысып жүріп, біз салымды салдық. Алтыш көрсетші. Міне салым. Алып десімде бермейміз ғой. Әркімдікі өзінікі дұрыс дейді. Пайде атын таста санақ жатпайды ғой. Атын тастайсақ жаяу жүгіріп келатыр да. Артынан шабандозыммен, сәйгүлігіммен қуып жетіп алып, арпалысқан жайым бар. Аттан түсіп тартысуға да болмайды ғой, сол сияқты ғой. Аттан түсіп тартыспайды ғой. Тартыспайды ғой, тартысты ғой. Сен тартысты. Тайып тартысты ғой. Жігіттер, келесі шығарылымды күтіңіздер, келесі шығарым бұдан да қызық болады. Бұйыртса, классика модельдерін алып, қой бағып жүрген кісілерге барып, бірге бір күн бойы қойын бағатын боламыз. Сол шығарымды күтіңіздер. Классика модельмен қой бағуға бола ма екенін нақты көрсетеміз. Бамикс YouTube арнасында неше түрлі қызықты контенттермен бөлісетін боламыз. Иә.